Неліктен кейбір тұқым қуалайтын аурулар ер балаларда қыз балдарға қарағанда жиірек кездеседі? Бұл жыныспен тіркесіп тұқым қуалау құбылысы. Адам кариотипінде 23 жұп хромосома бар. Оның 22 жұбы аутосомда, соңғы бір жұбы ғана жыныс хромосомалары. Әйелдерде 2X, ерлерде XY хромосомалар бар. X хромосомасында гендер көп, ал Y хромосомасында гендер аз. Сондықтан да X хромосомасы бойынша тіркесіп тұқым қуалайтын белгілер өте көп. Мысалы, дальтонизм, гемофилия, тақырбастылық. Егер ауру ген X хромосомасында орналасса, ол жыныспен тіркескен деп аталады. Бұл аурулар X-пен тіркескен рецессивті аурулар. Мысалы ретінде, аналығы тасымалдаушы, аталығы гемофилиямен ауыратын отбасының ұрпақтарын қарайық. Әйелдерде бір рецессивті белгі болса, олар тасымалдаушы болады. Ал егер екеуі де гомозиготал рецессивті болса, ауру әйел болады. Екеуі де гомозиготал доминантты болған жағдайда сау әйелді көрсетеді. Ер адамдарда рецессивті болған жағдайда ауру, доминантты болған жағдайда сау болатын екі ғана көріністі көрсетеді. Енді пенетторын толтырып шығайық. Аталық пен аналық гаметаларды өзара біріктіреміз. Әйелдерде белгі гетерозиготал жағдайда болғанда тасымалдаушы сау болады, ал екеуде гомозиготал рецессивті болса, ауру белгіні көрсетеді. Ерлерде доминантты белгі болса, сау болады, рецессивті белгі болса, ауру ер адамды көрсетеді. Ерлерде бір ғана X хромосома бар. Егерде сол генде ауру белгі болса, міндетті түрде көрінеді. Сондықтан да кейбір аурулар ер балаларда жиі кездеседі. Бұл жыныспен тіркесіп тұқым қуалау X хромосомасымен байланысты тұқым қуалау. Сіздермен бірге болған Айдын Темірбекова. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.